Бүгін біз жай ғана бір қылмыскер туралы емес, әлемдік элитаның көлеңкесінде қалған ең даулы істің мән-жайын айтамыз. Жеке арал, президенттермен байланыс, миллиардерлер, оның ішінде Нұрсұлтан Назарбаев, Карим Масимов, жүздеген құжаттар, күмәнді өлім. Ол Джеффри Эпштейн ісі. Джеффри Эпштейн 1953 жылы Нью-Йорк қаласында дүниеге келген. Қарапайым отбасы, бай әулеттен шықпаған, ерекше саяси байланысы жоқ, бірақ оның өмір жолы кейін әлемдік элитамен тығыз байланысқа айналды. Жастайынан математикаға қабілетті болған. Колледжге түскенімен толық бітірмейді. Соған қарамастан беделді жеке мектепке мұғалім болып орналасады. Сол мектепте өте бай отбасылардың балалары оқыған. Дәл осы орта оның өмірін өзгертеді. Бай ата-аналармен танысады, қаржы саласына жол ашады. Кейін Уолл-стритке өтеді. Инвестициялық компанияда жұмыс істейді. Жоғары дипломсыз адам үшін бұл үлкен жетістік еді. Біраз жылдан кейін өзін өте бай адамдардың қаржылық кеңесшісімін деп таныстырады. Бірақ мәселе мынада, оның нақты қандай қаржылық бизнесі болғаны толық ашық емес. Ресми түрде ірі қор басқарғаны дәлелденбеген. Соған қарамастан оның байлығы өсе береді. 1990 жылдары ол Нью-Йоркте $10 миллион тұратын сарай сатып алады. Жеке ұшағы болады. Кариб теңізінен жеке арал алады. Сол арал кейін бүкіл әлемге белгілі болды. Көп адам оны құпия кештердің орны деп атады. Уақыт өте келе оның аты жасөспірім қыздарға қатысты істермен байланысты шыға бастайды. Тергеу материалдары бойынша схема жүйелі болған. Кәмелетке толмаған қыздарға массаж жұмысы ұсынылады. Алғашында ақша беріледі, кейін жыныстық сипаттағы әрекеттерге мәжбүрлейді. Кейбір қыздарға басқа қыздарды алып келсең ақша береміз дейді. Осылайша желі кеңейіп отырған. Бұл жерде оның жанында Гислейн Максвелл деген әйел болған. Ол Британ элитасынан шыққан. Әкесі ірі медиа магнат болған. Куәгерлердің айтуынша Максвелл қыздарды сенімге кіргізіп ортаға тартқан. 2021 жылы сот оны адам саудасы бойынша кінәлі деп тауып, ұзақ мерзімге түрмеге жапты. Бұл ресми сот үкімімен дәлелденген факт. Эпштейннің жеке ұшағы болған. Кейін ұшу журналдары жария болды. Онда саясаткерлердің, бизнесмендердің, қоғам қайраткерлерінің есімдері кездескен. Бірақ өте маңызды нәрсе, журналда аты бар адамның бәрі қылмысқа қатысты дегенді білдірмейді. Көп жағдайда олар тек таныс немесе қонақ болған. 2008 жылы Флоридада ол алғаш рет ұсталады. Бірақ сол кезде прокурорлармен ерекше келісім жасалады. Ол небәрі 13 ай шамасында жеңіл режимде отырады. Күндіз түрмеден шығып жұмысқа барып келген. Бұл қоғамда үлкен наразылық туғызды. Жәбірленушілер әділетсіздік болды деп мәлімдеді. 2019 жылы іс қайта ашылады. Бұл жолы федералдық деңгейде айыптар ауыр еді. Егер сотталса өмір бойына түрмеде отыруы мүмкін болатын, бірақ сотқа жетпеді. 2019 жылдың тамыз айында Нью-Йорктегі тергеу изоляторында ол камерасында өлі табылды. Ресми қорытынды, өзін-өзі асу арқылы суицид. Бірақ дәл осы жерден күмән басталды. Сол түні камералар істемей қалған. Күзетшілер ережені бұзып ұйықтап қалған. Ол бұған дейін суицид бақылауында болған, бірақ кейін бақылаудан алынған. Осындай сәйкестіктер халықтың сенімін шайқалтты. Көп адам ол тым көп құпия білді деп ойлайды, бірақ ресми тергеу кісі өлтіру дәлелін таппады. Эпштейн құжаттары деген шу кейін сот материалдарының жариялануымен күшейді. Куәгерлердің сөздері, байланыс тізімдері, ұшу журналдары ашылды. Кейбір атақты адамдардың аты аталды, бірақ тағы да нақты айтайын, аты аталу айып тағылды деген сөз емес. Ең үлкен сұрақтар әлі ашық күйінде қалды. Ол нақты қалай сонша байыды? Неге 2008 жылы оған жұмсақ келісім жасалды? Неге 2019 жылғы өлімде осынша сәйкессіздік болды? Неге барлық материал толық жарияланбады? Қазіргі таңда нақты дәлелденгені, ол кәмелетке толмаған қыздарды жүйелі түрде пайдаланған. Оның серіктесі сотталған, өзі сот үкімін көрмей қайтыс болды. Ал қалған теориялар қоғамдағы күдік пен сенімсіздіктің нәтижесі. Дональд Трамп пен Эпштейн 1990 жылдары Нью-Йорк пен Флоридадағы бай ортада бір-бірін таныған. Олар сол кездегі элиталық кештерде бірге көрінген, фото және куәлік бар.
Бұл жай әлеуметтік байланыс болғаны расталған факт. 2002 жылы Трамп бір журналға берген сұхбатында Эпштейнді қызық адам деп сипаттаған. Бұл да ашық жарияланған сөз. Бірақ маңызды кезең 2000 жылдардың басы. Кей деректер бойынша Трамп пен Эпштейн арасы суып кеткен. Трамп Эпштейнді Мар-а-Лаго клубынан шығарып жіберген деген мәлімет бар. Бұл ақпарат куәлік ретінде айтылған, бірақ ресми сот үкімі бұл эпизодқа қатысы жоқ. Ең маңызды сұрақ: Трампқа қарсы Эпштейн ісі бойынша қылмыстық айып тағылды ма? Жоқ. Эпштейн ісі бойынша Трампқа ресми қылмыстық айып тағылған жоқ. Ол бұл іс бойынша айыпталушы болған емес. Трамп 2019 жылы Эпштейн ұсталған кезде мен онымен ұзақ уақыт араласпадым деп мәлімдеді. Сондай-ақ кей деректерде Трамптың тергеу органдарына белгілі бір деңгейде ақпарат берген айтылған. Бірақ бұл толық құжатпен жария түрде дәлелденген деталь емес. Эпштейннің ұшу журналдарында Трамптың аты бірнеше рет кездеседі, бірақ жарияланған деректер бойынша ол Эпштейннің жеке аралына барғаны дәлелденбеген. Бұл маңызды айырмашылық. Қоғамда дау неден шықты? Олар әлеуметтік ортада таныс болған. Фото бар, ұшу журналында аты бар, кейбір куәгерлер оның есімін атаған. Бірақ ресми сот құжаттарында Трамп Эпштейнмен бірге қылмыс жасады деп айыпталмаған. Қысқаша айтқанда, Трамп пен Эпштейн таныс болған, әлеуметтік ортада бірге жүрген. Бірақ Эпштейн ісі бойынша Трампқа қылмыстық айып тағылған жоқ. Бұл жерде факт пен теорияны ажырату өте маңызды. Интернетте өте көп конспирология бар, бірақ ресми дәлел басқа нәрсе айтады. Илон Масктың Эпштейн ісіне тікелей қылмыстық қатысы туралы ресми айып немесе сот ісі жоқ. Бірақ олардың аттары бір жерде қиылысады. 2014 жылы Лос-Анджелестегі Vanity Fair Оскар кешінде Маск пен Эпштейн бір жерде болғаны туралы фото және куәлік бар. Сол кеште олар қысқа сөйлескені айтылады. Бұл ашық дерек. Эпштейн 2018 жылы Нью-Йорк Таймс басылымына Маскқа Tesla компаниясына қатысты көмектестім деген, бірақ Маск бұны жоққа шығарған. Ол мен Эпштейнді жақсы білмеймін, онымен ешқандай кеңесте, қаржылық байланыста болған жоқ деп мәлімдеді. Жарияланған сот құжаттарында Масктың аты айыпталушы ретінде көрсетілмеген. Ұшу журналдарында оның Эпштейннің аралына барғаны туралы дәлел жоқ. Оған қарсы жәбірленушілер тарапынан ресми айып тағылмаған. Қысқаша нақтылап айтқанда, бір әлеуметтік кеште кездескен. Эпштейн кеңес бердім деген Маск жоққа шығарған. Қылмыстық айып жоқ. Сот үкімі немесе тергеу нысанасы болмаған. Интернетте барлық миллиардерлер байланыста болған деген әңгіме көп, бірақ дәлелденген фактілер бөлек нәрсе. Джеффри Эпштейн. Оған тағылған ресми айыптар: кәмелетке толмағандарды жыныстық қанау, кәмелетке толмағандарды адам саудасы арқылы пайдалану, жыныстық эксплуатация ұйымдастыру. 2008 жылы Флоридада кінәсін мойындап, жеңіл келісіммен 13 ай отырды. 2019 жылы федералдық деңгейде қайта айып тағылды, бірақ сот үкімі шықпай тұрып қайтыс болды. Гислейн Максвелл. Оған тағылған айыптар: кәмелетке толмағандарды адам саудасына тарту, қыздарды Эпштейнге ұйымдастыру, қылмыстық желіге көмектесу. 2021 жылы кінәлі деп танылып, 20 жылға сотталды. Бұл іс бойынша ең жоғары деңгейде сотталған адам. Енді аты аталған, бірақ қылмыстық айып тағылмаған тұлғалар: Билл Клинтон. Ұшу журналдарында аты бар, Эпштейнмен әлеуметтік байланысы болған, бірақ оған қылмыстық айып тағылған жоқ. Клинтон Эпштейннің заңсыз әрекеттері туралы білмедім деп мәлімдеді. Дональд Трамп. 1990 жылдары таныс болған, фото бар. Ұшу журналында аты кездеседі, бірақ оған ресми қылмыстық айып тағылған жоқ. Ханзада Эндрю. Жәбірленуші Вирджиния Джуфри оны Эпштейн аралында көрдім деп мәлімдеді. Қылмыстық сот үкімі болған жоқ. Азаматтық сотқа дейін іс жетіп, қаржылық келісіммен жабылды. Ол кінәсін мойындаған жоқ. Маңызды нәрсе: 2023-2024 жылдары жарияланған Эпштейн құжаттары бұл негізінен куәгерлердің сөздері, тергеу хаттамалары, ұшу журналдары. Құжатта аты аталған адам автоматты түрде айыпталушы болмайды. Қазіргі таңда нақты қылмыстық жауапкершілікке тартылған негізгі тұлғалар: Джеффри Эпштейн, Гислейн Максвелл. Қалған танымал адамдарға қатысты ресми қылмыстық үкім жоқ. Эпштейн ісі бұл тек америкалық трагедия ғана емес. ақш-та басталған, бірақ ол тек бір адам туралы емес, бұл элита, билік, ақша, құпия байланыстар туралы ірі желі. Адамдар мұны тек қылмыс ретінде қабылдамайды. Оны билік пен бай адамдардың жүйелі түрде жасырын қатынастары, қоғамға қарсы жасалған күшті элита әрекеті, әділетсіздік пен сыбайластықтың көрінісі деп қарайды. Яғни бұл оқиға дүниежүзілік деңгейде өзіндік символикалық мәнге ие болды. Сондықтан ол Қазақстан сияқты елде де күшейіп талқыланды. Әлеуметтік желілер мен медиа. Бүгінде Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, X сияқты платформаларда бұл оқиғаға қатысты қысқа видеолар, қауесеттер, ақпарат жарылысы
жүріп жатыр. Мысалы, Эпштейн құжаттарының толық тізімі шықты. Әлемдік саясаткерлердің аты бар, құпия камералар мен құжаттар жарияланды. Бүкіл әлемдегі элита қатысқан деген сияқты тақырыптар тез тарап жатыр. Қазақстан аудиториясы да бұған қызығады, себебі ақпарат тез таралады. Адамдар аттары танымал адамдармен байланыстыра бастайды. Конспирологияға қызығушылық артады. Нәтижесінде адамдар өз елінің саясаткерлерін де осы оқиғамен байланыстырып талқылайды. Эпштейн оқиғасы әлемді дүрліктіргеннен кейін адамдар әлемдік саясат, байлық пен билік жүйесінің қалай жұмыс істейтініне қызыға бастады. Қазақстанда да көп адам шетелдік саясаткерлерді біледі, әлемдік элитаның құпия байланыстарын талқылайды. Бұл оқиғаны жаһандық жүйенің бітпейтін сыры ретінде қабылдайды. Сондықтан адамдар неліктен Қазақстан саясаткерлерінің аттары да аталады, бұлар неге байланысы бар дейді. Бұл ғылыми зерттеу емес, көп жерде қорқыныш пен күмәнға негізделген әлеуметтік реакция. Қазақстандағы контекст ақпараттық толқулар қазір ақпарат кеңістігінде жиі болады. Ірі халықаралық оқиғалар, жанжалдар, құпия ашылулар, саясаткерлердің аттары, осы секілді тақырыптар тез тарайды. Қазақстанда да соңғы уақытта жергілікті саясаткерлер туралы әңгімелер көп. Әлеуметтік желіде құпия ұйымдар туралы теориялар көбейді. Халық шетелдегі ірі дағдарыстарды белсенді талқылайды. Сондықтан Эпштейн ісі жай бір оқиға емес. Ол әлемдік элита мен жасырын билік туралы жалпы мағынадағы әңгімеге айналып кетті. Эпштейн ісі өте ауыр қылмыстармен байланысты болды. Кәмелетке толмағандарды жыныстық пайдалану, адам саудасы, қоғам ашулы болды. Ашуланған кезде адамдар көбіне одан да жаман нәрсе болған шығар деген ойға кетеді. Әлеуметтік желілерде кейін мынандай теориялар тарады. Аралда сатанистік рәсімдер болған, адам құрбандығы болған, адам етін жеу болған. Бірақ бұл туралы сот материалдарында дәлел жоқ. Тергеу құжаттарында ондай айып жоқ. Куәгерлердің ресми айғақтарында адам етін жеу туралы нақты факт тіркелмеген. Яғни бұл интернет конспирологиясы. Неге мұндай әңгімелер пайда болады? Арал жабық, құпия жер болған. Бай ықпалды адамдар жүрген. Фото мен видео аз. Қоғам сенімсіздік күйінде болған. Осы факторлар фантазияны күшейтеді. Шынайы дәлелденген қылмыстар жыныстық қанау мен адам саудасы. Ал адам етін жеу туралы ақпарат дәлелсіз. Эпштейннің аралы Little Saint James расында жабық территория болған. Ол жеке меншік арал. Қарапайым адамдар кіре алмайды. Қауіпсіздік күшейтілген. Ол факт. Тергеу кезінде аралдан табылған дәлелдер, компьютерлер, фотоматериалдар, құжаттар, айыптар кәмелетке толмағандарды жыныстық пайдалану. Бірақ ресми айыптардың ішінде адам өлтіру, адам құрбандығы, адам етін жеу деген баптар болған жоқ. Енді анализ. Мұнда экстремалды қауесеттер неге шығады? Құпия, байлық, элита, миф жасауға өте қолайлы орта. Қоғамда жоғарғы элита ерекше жасырын өмір сүреді деген сенім бар. Арал символ, жабық кеңістік. Сондықтан адамдар онда одан да жаман нәрсе болған шығар деп ойлайды. 2019 жылы ол қайтыс болғанда көп сұрақ жауапсыз қалды. Камера істемеді, күзетшілер ұйықтап қалды, құжаттар бірден ашылмады. Осындай бос кеңістік пайда болғанда, оны интернет теориялар толтырады. Интернетте бұрыннан жаһандық элита адам құрбандығын жасайды деген теориялар бар. Эпштейн ісі сол теорияларға дәлел сияқты болып көрінді. Бірақ бұл логикалық қателік, нақты дәлел жоқ. Енді маңызды бөлігі. Қазіргі таңда халықаралық тергеулерде, сот құжаттарында, федералдық айып актілерінде адам етін жеу немесе сатанистік рәсім туралы дәлел жоқ. Бұл дегеніміз, мұндай айып ресми түрде тіркелмеген, куәгерлер сотта мұны дәлелдемеген, айыптау актілерінде ондай бап болмаған. Яғни бұл дәлелденбеген интернет теория. Бірақ неге адамдар әлі сенеді? Себебі үш фактор бар. Бай адамдарға сенім аз, өлімнің күмәнді болуы, 2008 жылғы жұмсақ келісім. Осы үш фактор сенімсіздікті күшейтті. Сенімсіздік болған жерде миф көбейеді. Карим Масимов, Нұрсұлтан Назарбаев. Олардың аттары кейбір әлеуметтік желілерде, конспирологиялық парақшаларда, немесе пікірталастарда аталып жүр. Бірақ маңыздысы, Эпштейн ісі бойынша ресми сот құжаттарында оларға қатысты қылмыстық айып немесе дәлелденген байланыс жарияланған жоқ. Яғни Эпштейнге қатысты ашық жарияланған сот материалдарында бұл тұлғалар айыпталушы ретінде көрсетілмеген. Олардың Эпштейннің аралына барғаны туралы ресми дәлел жоқ. Ұшу журналдарында нақты расталған дерек жоқ. Неге онда аттары аталып жүр?
Көбіне үш себеп болады. Эпштейн ісі элита мен миллиардерлер туралы болғандықтан, адамдар кез келген ірі саясаткер немесе олигархтарды осы тізімге қоса салады. Интернетте тексерілмеген құжат немесе жасырын тізім деген суреттер тарады. Геосаяси немесе ішкі саяси мақсаттағы ақпараттық шабуылдар болуы мүмкін. Бірақ бүгінгі күнге дейін халықаралық деңгейде жарияланған сот материалдарында бұл үш адамның Эпштейн қылмыстық желісіне қатысы дәлелденген жоқ. Мұндай істерде ең қауіпті нәрсе дәлелсіз айыптау. Өйткені Эпштейн ісінде аты аталған көптеген адамға да нақты айып тағылмаған. Бұл істен шығатын ең үлкен сабақ. Билік пен ақша ешқашан заңнан жоғары болмауы керек. Қандай деңгейде болса да, әділет ашық әрі тең болуы керек. Эпштейн ісі әлемге бір нәрсені көрсетті. Қоғам сенімін жоғалтса, ақпараттық вакуумды миф толтырады. Сондықтан біз эмоциямен емес, фактпен ойлануымыз керек. Бұл видео сенсация үшін емес, бұл шындық пен мифтің арасын ажырату үшін. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыз. Өз ойыңызды пікір алаңына кіріп, міндетті түрде жаза кетіңіз ағайын.